Бесінші тақырып кәсіпорындар жағдайындағы дағдарысқа реттеу. Тақырыптың мақсаты дағдарысты басқару және бағалау мәселелерін талқылау, дағдарысты басқару кезіндегі іс-әрекеттерді жүзеге асыру тәртібін анықтау, дағдарыс кезінде ресурстарды сақтау және тауар қор сыйымдылығының көрсеткіштерін тұжырымдау. Тақырыпта 3 сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрақ: дағдарысты басқару және бағалау. Дағдарысты басқаруда жағдайды бағалау және шешім қабылдау кезінде келесі мақсаттар негізі алыну керек: қызметкерлер мен қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету, меншікті қорғауды қамтамасыз ету, өнім туралы марканың позициясын демеу, компания имиджін қамтамасыз ету. Дағдарысты басқару және бағалау үздіксіз қызмет циклі. Ол дағдарысты жағдайда бағаланатын және тұрақты әрекеттерді қамтамасыз ету үшін жүргізіледі. Дағдарысты жағдайда бағалау келесі сұрақтарға толығымен жауап беру керек. Дағдарысты бастапқы бағалауы мәселенің бүгінгі және келешегі жағдай қандай? Жағдайды бағалау: осы жағдайдағы тәуекел қандай? Әрекет стратегиясын жоспарлау: дағдарысты жағдайда шешу тобы қандай стратегиялық іс-әрекеттер қабылдау керек? Коммуникациясын жоспарлауда коммуникацияның қандай жоспарлар қажет? Дағдарысты басқару кезіндегі әрекеттерді жүзеге асыру тәртібі. Не болғандығын анықтау, жағдайды жылдам және нақты анықтау, дағдарысты жағдайды шешу тобының үйлестірушін хабардар ету, дағдарысты жағдайды шешу тобын жинау, дағдарысты жағдайда орталығын жұмысқа дайындау, мәселені шешу үшін қандай шаралар жүргізгенін қажеттілігін анықтау, бизнестің қалыпты жүргізушінің бұзылғанын не бұзылмағанын анықтау, кімдерді хабардар ету керектігін шешу, сауалдар түскен жағдайда жазылғанын хабарламаны дайындау, компания атынан хабардар етуге өкілетті тұлғаға барлық сауалдарды жіберу, дағдарыс нысанына кім және қашан баруы керектігін шешу, жергілікті қоғам көмек беру үшін ресурстар бөлу және жазбалар жүргізу. Келесі екінші сұрақ: дағдарыстар кезінде ресурстарды сақтау. Дағдарыс кезінде ресурстарды сақтаудың әдістері нақты технологиялық әдістерге негізделген жаңадан өндірілетін инвестициялық жобаның тиімділігі ресурстардың шығынын үнемдеумен анықталады. Ресурстарды сақтаудың жабдық менеджменті, ұйымдастыру жобалары, экономикалық тағы басқа әдістері болады. Ресурстарды сақтау стратегиясы елдер деңгейінің негізінде ұзақ мерзімге қарастырылуы тиіс. Келесі үшінші сұрақ: дағдарыс кезінде шикізат ресурстарын үнемдеу және тиімді пайдалану. Шикізат дегеніміз бұрын еңбек әрекетіне түскен және одан әрі өңдеуге тиіс еңбек заттары. Мысалы айта кетсек, қазылған кеніш түрі, шикі, мұнай, қырғылған жүн. Сонымен шикізат табиғи ресурстардың негізінен пайдалы қазбаларының өндірісте пайдаланылатын бөлігі. Бұлайша ұғынуда шикізат табиғи ресурстардың ендігі пайдаланатын немесе технологиялық тұрғыдан өндіріске тартылуы мүмкін бөлігі. Азамат қоғамның материалды шикізат ресурстарын пайдаланбай өмір сүруі мүмкін емес. Пайдалы қазбалар қалпына келтірілмейтін ресурстарға жатады, ал бұл олардың көпшілігінің қорларының уақыт өте келе толығымен таусылуы мүмкін екендігін көрсетеді. Бұл слайдта мұнай-газ және конденсат категориясындағы өндірілетін қорлардың салыстырмалы бағасы ұсынылған екі нұсқа келтірілген. Яғни бірінші нұсқада шикі мұнайды, газды, конденсатты өңдемей өткізген деді. Ал екінші нұсқада осы шикізатты кешенді өңдеудің ақырғы өнімдерін өткізгенде бұл нұсқалар бойынша зерттеу және есептеулер нәтижелерінің алынған нәтижелері бойынша келесі қорытындылар жасауға болады. Шикі мұнайды өткізгенге қарағанда оны кешенді өңдеп алынған өнімдерді өткізгенде 3 еседен артық түседі. Ал газды өңдеп өткізгенде пайда 7 еседей артады. Ал конденсатты өңдеп өткізу нәтижесінде пайданы 3 еседей артады. Бұнда жаңағы, яғни бұл суретте біздің өзіміздің ресурстарымыз жаңа айтып кеттік қой, шикі мұнай, газ, конденсатты. Оны шикідей өткізгеннен гөрі оны терең өңдеп өткізсе, біз жаңағы айтып кеткендей бірнеше есе пайда табатынымызды келтірдік. Келесі бұл кестеде көмірсутектер шикізаттарын қолдаудың түрлі нұсқаларынан түсетін экономикалық нәтижелерді бағалауы келтірілген. Тақырыпта өзіндік бақылау сұрақтары және де тақырып бойынша әдебиеттер тізімі қойылған. Назарларыңызға рахмет.